Түскі асқа бөдененің етінен сорпа дайындаймыз. Ол үшін бөдененің етін осылай 4 бөлікке бөліп алып, суық суда 2-3 қайтара қанын кетіріп жуып аламыз. Бөдене еті диеталық тағам болып саналады және адам үшін көптеген маңызды және қажетті элементтердің көзі ретінде ұсынылады. Құрамы жайында описанияда қалдырдым, оқысаңыз болады. Тап-таза ғып жуып алған етімізді қазанымызға салып, 2 литр су құйып, тұтас пиязды салып, қайнатамыз. Қайнағаннан кейін көбігін алып, астын баяулатып, пияз, картоп және сәбізімізді турап саламыз. Бөдене сорпасына негізделген тағамдар ішек жолдарын қалыпқа келтіреді, концентрацияны арттырады және жүйке жүйесін тұрақтандырады. Өнімді үнемі тұтыну анемияның даму қаупін азайтуға көмектеседі, қан тамырларының қабырғаларын нығайтады және бауыр қызметін қалпына келтіреді. Ет жұмыртқамен жақсы үйлеседі. Бұл тандемді жүкті әйелдер жеуі керек делінген. Сорпамызға пияз, картоп, сәбізімізді салып болғаннан кейін тұз бұрышымызды салып 40-50 минут баяу отта пісіреміз. Дайын болған бөдене сорпасын ашытқысыз жасалған қара нан және горчицамен ұсындым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, бізге ас болсын, сіздер жасаңыздар.